Алматы облысы, Балқаш ауданы, Бақанас ауылы, Мұсабек Сеңгірбаев атындағы орта мектебі. 9 Б сынып оқушысы Балтағұлқызы Назерке. Өлсе өлер табиғат, адам өлмес. Ол бірақ қайтып келіп, ойнап күлмес. Мені кінін айырылғанын, өлді деп, ат қойыпты өңкей білмес. Көп адам дүниеге боялдырып, аяғын көп шалдырған. Өлді деуге сиямайтыңдаршы, өлмейтұғын артына сөз қалдырған. Кім жүрер, тіршілікке көңіл бермей, бақи қоймас фәнидің мінін көрмей. Міні қайда екенін біле алмассың, терең ойдың телміріп соңын ермей. Дүниедегі дос ақиретке бірдей болмас, екеуі тап бірдей боп орны қалмас. Дүниеге ынтық, мәхшарға амалсыздың, иманын түгел деуге аузым бармас. Алматы облысы, Балқаш ауданы, Мұсабек Сеңгірбаев атындағы орта мектебінің 9 Б сынып оқушысы Алдаберді Аружан. Абай Құнанбаев: әсемпаз болма әрнеге. Әсемпаз болма әрнеге, өнерпаз болсан арқалан. Сен де бір кірпіш дүниеге, кеттігін тапта бар қалан. Қайрат пен ақыл жол табар, қашқанға да қуғанға. Әділет шапқат кімде бар, сол жарасар туғанға. Бастапқы екеу соңғысыз, біте қалса қазаққа. Алдың жауын артың мұз, барар едің қай жаққа. Пайданы көрсем бас ұрып, мақтанды іздеп қайғалма. Мінінді ұрып жасырып, майданға түспей бәйгалма. Ақырын жүріп анықпас, еңбегін кетпес далаға. Ұстаздық қылған жалықпас, үйретуден балаға. Алматы облысы, Балқаш ауданы, Бақанас ауылының Мұсабек Сеңгірбаев атындағы орта мектебінің 9 сынып оқушысы Төлеухан Аружан. Абай Құнанбайұлы. Күз өлеңі. Сұр бұлт түсі суық қаптайды аспан, күз болып дымқыл тұман жерді басқан. Білмеймін тойғаныма, тоңғаныма, жылқы ойнап бие қашқан, тай жарысқан. Жасыл шөп бәйшешек жоқ бұрынғыдай, жастар күлмес, жүгірмес, бала шулай. Қайыршы шал кемпірдей түсі кетіп, жапырағынан айрылған ағаш қорай. Біреу малма сапсиды салып иін, салбыраңқы тәртіпті жыртық киім. Енесіне ертіп шуда жібін, жас қатындар жыртылған жамай дүйін. Қастырына қатарланып қайтса бермен, астында ақ шомшы жүр ол бір керуен. Қай ауылды көрсең де жабыраңқы, күлкі ойын көрінбейді сейіл серуен. Кемпір шал құржан қағып бала бүрсең, көңілсіз қара суық қырда жүрсең. Кемік сүйек сорпа су тимеген соң, үйде ит жоқ тышқан аулап қайда көрсең. Күзеу тозған оты жоқ елдің маңы, тұман болар жел соқса шаң тозаңа. От жақпаған үйінің сүрі қашып, істен қорыққан қазақтың құрсын заңы.